Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта бүтін өрнектерді түрлендіруді қарастырғанбыз. Бүгін сол тақырыпқа есептер шығарайық. Бізге берілген өрнегіміз b куб минус b. Осы өрнекті көбейткіштерге жіктеуіміз қажет. Алдымен назар аударатын болсақ, екеуінде ортақ бізде b бар. Яғни b-ның кубы және b-ның бір дәрежесі. Ең кіші дәрежені b-ның бір дәрежесін жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бізде қалады b кубты b-ға бөлсек b квадрат қалады, минус b-ны b-ға бөлсек орында 1 қалады. Енді бұл жерде жақшаның ішіндегі b квадрат минус 1 өрнегінің өзін қысқаша көбейту формуласы бойынша екі өрнектің квадраттарын айырымы формуласы бойынша жіктеп жаза аламыз. Сонда бізде қалады v квадрат минус 1-ді v минус 1 және v плюс 1 деп 3 көбейткішке жіктеуге болады. Келесі дәл осыған ұқсас мынандай өрнек берілсін. 5x a қосылған b минус a және минус b. Осы өрнекті де көбейткіштерге жіктеуіміз қажет. Бұл жерде 5x a қосылған b-ны қалдырамыз. Ал екінші өрнекті минус а мен минус б екеуінде ортақ минусты жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішінде а қосылған б қалады. Яғни минус таңбасынан екеуінен ортақ көбейткіш қып шығардық. Енді бұл жерде екеуінде ортақ а қосылған б мен а қосылған б бар. Яғни ортақ көбейткішті жақшасы мен жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда бізде а қосылған б қалады. Ал 5x a қосылған b-ны көбейтіндісін a қосылған b-ға бөлетін болсақ, бізде қалады 5x минус, ал a қосылған b-ны ортақ көбейткіш жақшаның орнына шығарсақ, бұның орнында бізде 1 қалады. Сонда берілген өрнекті біз екі көбейткішке жіктей алдық. Келесі, мынандай тапсырма берілсін. a-ның кубы b квадрат қосылған a-ның 5 дәрежесі және b-ның кубы. Берілген көп мүшені көбейткіштерге жіктеу қажет. Алдымен a-ның дәрежелерін салыстырайық. a-ның кубы және a-ның 5 дәрежесі. Яғни a-ның 5 дәрежесінің ішінде a-ның кубы бар деген сөз. Ал b квадрат пен b кубты салыстырсақ, онда b кубтың ішінде b-ның квадраты бар. Олай болса, біз оларды қалай жаза аламыз? a куб b квадрат қосылған a квадратты біз a куб көбейтілген a-ның квадраты деп жазсақ, бұл жерде негізі өзгеріс қалып, дәреже көрсеткіштері қосылады. Ал b кубты b квадрат көбейтілген b деп жаза аламыз. Яғни 2-ге 1-ді қоссақ, b-ның кубын аламыз. Енді осы жерде ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарамыз. Яғни екеуінде ортақ a куб және b квадрат бар. Осыларды ортақ көбейткіш қып жақшаның сыртына шығарсақ, бізде a куб b квадрат бірінші мүшенің орнында бізде тек қалады 1. Яғни осы санды өзіне бірге ғана көбейтсек, сол санның өзі ғана шығады. Қосылған. Ал екінші өрнектен a кубты b квадраты шығарсақ, қалады a квадрат b. a квадрат b. Яғни берілген көп мүшені екі өрнектің көбейтіндісі түрінде жасалдық. Яғни көбейткіштерге жіктедік. Келесі тағы да бір тапсырма берілсін. Ол жерде 2m жақшаның ішінде x минус y. Минус y плюс x. Берілген өрнекті де көп мүшелерге жіктеуіміз қажет. Бұл жерде бірінші өрнегіміз 2m x минус y-тің көбейтіндісін қалдырамыз. 2m x минус y. Ал қалған минус y плюс x-тен екеуінен ортақ минусты жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішінде y плюс x-тің орнында минус x қалады. Бұл жерде жақшалардың ішінде x минус y және y минус x өрнектерін біз бірде деп қарастыра алмаймыз. Ол үшін екінші жақшадағы x пен y-тің орнын алмастырып жазуымыз қажет. Бірақ x-тің таңбасы минус болғандықтан, ол бізде қалай өзгеретінін қарастырайық.
яғни 2m x минус y-ті жазып қоямыз. Бізде минус бар, ал y пен минус x-тің орнына алмастырып жазатын болсақ, бізде минус x плюс y болады. Енді екінші жақшадан біз ортақ көбейткіш минусты жақшаның сыртына шығарайық. Сонда бізде қалай өзгереді? 2m x минус y. Бұл жерден минус x плюс y-та минус таңбасын шығаратын болсақ, жақшаның алдындағы минус таңбаны плюс таңбаға ауыстырамыз, яғни 2 минус қатар келеді. Ал жақшаның ішінде минус x-ің таңбасы x, плюс y-дің таңбасы минус y-ге ауысады. Енді бұл жерде екеуінде ортақ көбейткіш x минус y ортақ. Осыны жақшасы мен жақшаның алдына ортақ көбейткіш қып шығарамыз. Сонда x минус y. Ал бізде қалады. Бірінші өрнекте бізде тек 2m қалады. Қосылған екінші x минус y-ті x минус y-ін шығарып тастасақ, орнында 1 қалады. Сонда берілген өрнекті біз түрлендіру арқылы екі өрнектің көбейтіндісі түрінде жаза алдық. Келесі тағы да мынандай мысал берілсін. Берілгені 6x квадрат минус 12xy қосылған 6y квадрат болсын. Осы берілген үш мүшені де көбейткіштерге жіктеуіміз қажет. Алдымен коэффициенттеріне назар аударайық. 6, 12, 6. Яғни бәрі де 6-ға қалтықсы бөлінеді. 6-ны ортақ көбейткіш қып жақшаның сыртына шығарсақ, бізде қалады. 6-ны шығарсақ, 6x квадраттың орнында x квадрат минус 12xy-дің 6-ға бөлсек 2xy және 6-ны шығарсақ қалады y квадрат. Сонда бізде жақшаның ішінде x квадрат минус 2xy қосылған y квадрат қандай формуланы беретін еске түсірейікші? Ол бізде екі өрнектің айырымдарының квадраты, немесе толық квадрат x минус y-дің квадратына тең. Яғни берілген көп мүшені біз көбейткіштерге жіктедік. Келесі тағы да бір есеп қарастырайық. Берілгені a куб қосылған a квадрат b минус аб квадрат минус b-ның кубы. Берілген көп мүшені көбейткіштерге жіктейік. Бұл жерде, бұл есепте бірнеше тәсілді қолдануға болады. А куб пен минус б кубты бір жақшаға топтастырып, қалған екі мүшесін екінші жақшаға топтастыруға болады. Немесе бірінші, екінші мүшесін бір жақшаға топтастырып, қалған екі мүшесін екінші жақшаға топтастыруға болады. Ал біз кейінгі тәсілді қолданып көрейік. Яғни а куб қосылған а квадрат b-ны бір жақшаға топтастырам, минус қалған үшінші және төртінші екі өрнекте мен минусты жақшаның сыртына шығарсам, менде жақшаның ішінде а б квадрат қосылған b-ның кубы қалады. Енді бірінші жақшада екеуінде ортақ а-ның квадраты бар. Яғни а-ның квадратын жақшаның сыртына ортақ көбейткіш қып шығарамыз. Қалады. Қайтадан а квадратты а-ға көбейткенде қайтадан а кубты алуға болады. Қосылған а квадратты шығарсақ, бұл көбейтінде бізде тек b ғана қалады. Минус. Енді екінші жақшада ортақ бізде b квадрат, ең кіші дәрежесі b квадратты шығаруға болады. b квадратты шығарсам қалады а қосылған b. а қосылған b. Бұл жерде де назар аударсақ, а қосылған b бірінші өрнекте де бар, екінші өрнекте де бар. Яғни осы а қосылған b-ның өзін ортақ көбейткіш қып жақшаның алдына шығарамыз. Сонда бізде а қосылған b жақшаның ішінде қалады а квадрат минус b квадрат. Ал бұл жердегі а квадрат минус b квадраттың өзін екі өрнектің квадраттарының айырымы формуласы бойынша жіктесек, а қосылған b. Енді бұл бізде сол өрнектердің айырымы мен сол өрнектердің қосындысына жіктеледі. Енді бұл жерде назар аударсаңыздар, а қосылған b негіздері бірдей. Олай болса, біз оны а қосылған b-ның
квадраты деп алмастыра аламыз. Және а минус бар. Яғни берілген өрнекті біз берілген көп мүшені түрлендіре отырып, екі өрнектің көбейтінді түрінде жаза алдық. Біз сіздермен қарастырдық бүтін өрнектерді түрлендіру тақырыбын. Келесі кездескенше сау болыңдар.